Сәлем достар, бүгін сіздермен панкейктер әзірлейтін боламыз. Таңғы асқа әзірлеп жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, теп-тегіс, әп-әдемі болып шығады. Бастысы дәмді болады. Бұл панкейктерден 40 дана шықты. Және де варенье не болмаса сгущенка қаймақпен жағып жесеңіздер болады. Мен қарақат вареньясын қолдандым. Енді бұл панкейктерді жасамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Подписаться етіп қойыңыз. Егер де менің каналыма тіркелген болсаңыз, ары қарай осы панкейкті әзірлеуді көрсетемін. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқамызды тегешке салып аламыз. Одан кейін оның үстіне қантты саламыз. Барлық ингредиенттердің құрамын төменге жазып кетемін. Осы жұмыртқа мен қанттың үстіне шым-шым тұз саламыз да жақсылап венчикпен араластырамыз. Одан кейінгі кезекте сұйық майды құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін сүтті құямыз да барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде ұнымыздың үстіне қопсытқышты саламыз да екеуін жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Дайын болған сұйық массамыздың үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Яғни ұнның барлығын өткізбейміз, 3 бөліп қосып араластырып отырамыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың екінші бөлігін електен өткізіп, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылайынан үшінші бөлігін тура солайынан електен өткізіп, тағы да араластырып, тестамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болды, қамырымыз біркелкі теп-тегіс болды. Енді панкейктерді пісіруге кірісеміз. Тавамызды жақсылап қыздырамыз, сосын кейін аз қасықпен барлығын құйып шығамыз. Яғни табамызға сыйғанша қасықтап құйып пісіріп шығамыз. Панкейктерімізді құйып болғаннан кейін панкейктердің бетінде ұсақ тесіктер пайда бола бастайды. Яғни ол дегеніміз панкейктің асты қызарды деген сөз. Сол кезде панкейктеріміздің екінші жағына ауыстырып, екінші жағын қызарғанша пісіріп шығамыз. Панкейктердің екінші жағы жылдам пісіп шығады. 1-2 минутта қараймыз да күйдіріп алмай, осылайынан теп-тегіс әп-әдемі болып қызарып шығады. Барлық панкейктерді осылай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің панкейктер дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді және де қолжетімді заттармен жасалады. Осы рецепттен 40 шақты панкейктер шығады. Достар, егер де сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.